Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіз. Бүгін мен балалар сүйіп жейтін дәмді әртүрлі жемістермен жасалынатын балмұздақ жасап көрсетемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге өрік керек. Өрікті жуып тазалап болған соң екіге бөлеміз. Дайын болған өрікті блендермен езіп аламыз. Езіп алғаннан кейін газге қойып, азғантай ғана отқа осы өрікті 1-2 минутқа қайнатып аламыз. Азғантай ғана қайнатып алған өрігімізді елегіштен өткізіп, балмұздағымызға ең жұмсағын, ең дәмдісін саламыз. Елегіштен өткізіп болған соң, біздің массамыз, өрігіміз осындай болып шығуы тиіс. Бетін жауып, тоңазытқышқа 5 минутқа қойып аламыз. Мен енді загуститель мен ванильный сақыр қосамын сүтке. Сүтті жақсылап миксермен араластырамыз. Балмұздаққа загуститель мен ванильный сақырды міндетті түрде қосудың қажеті жоқ. Ол міндетті емес. Келесі кезекте біз сгущенка қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, тоңазытқыштан өрігімізді шығарып, балмұздаққа қосамыз. Енді барлығын миксермен жақсылап араластырамыз. Масса кішкене қоюланады. Дайын болған балмұздағымызды басқа ыдысқа салып, бетін жауып, 5-6 сағатқа қоямыз. Түнде жасап, таңертең алсаңыздар да болады. Екінші балмұздақтың түрін мен қарақат жемісімен жасайтын боламын. Бұл өте дәмді әрі пайдалы жеміс. 100 және 150 грамм болса жетеді. Бұл жемісті жақсылап жуып тазалап болғаннан кейін блендермен жақсылап еземіз. Езілген жемісті газге 2-3 минут қойып қайнатып алып, елеуішпен өткізіп аламыз. Достар, бұл балмұздақ ұзақ болғанымен өте дәмді әрі пайдалы болады. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер.
Бұл жемісті де тоңазытқышқа 5 минутқа қойып аламыз. 5 минут аралығында ол суып дайын тұрады. Бұл балмұздағымыздың қоспасы алдыңғы балмұздақпен бірдей болып келеді. Бұл балмұздаққа өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әр түрлі жемістер салсаңыздар болады. Балмұздағымыз дайын болды. Енді балмұздағымызды ыдыстарға салып, бетіне әр түрлі тәттілер қойсаңыздар болады. Енді ол өз қалауларыңыз бойынша фантазияларыңызбен әр түрлі етіп жасауға болады. Мен мұнда балаларға шоколад сеуіп беремін, өйткені балалар шоколадты жақсы көреді. Егер менің балмұздағым ұнап жатса, лайк басып, комментария жазып, арнама жазылыңыздар.